Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Мен Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжінің мамандығы теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету, біліктілігі электровоз және тепловоз машинистің көмекшісі бойынша арнайы пәндер оқытушысы Тайбеков Жеңіс Мелсұлы. Бүгінгі болатын пән электровоз құрылғысы және жөндеу жұмысы. Сабақтың тақырыбы МК электромагнитті контакторлары. Сабақтың мақсатына келетін болсақ, білімгерлерді МК электромагнитті контакторларының құрылысын, қызметін және жұмыс тәртібімен таныстырып, қабілеттігін дамытып, жетілдіру. МК электромагнитті контакторлардың қызметіне тоқталсақ, МК электромагнитті контакторлар электровоздың көмекші және басқару тізбектерін қосу немесе сөндіру үшін арналған. Яғни бұл дегеніміз электровозда негізгі 3 тізбек болады: күштік тізбектер, көмекші тізбектер және басқару тізбектері. Соның ішіндегі көмекші тізбектеріміз 220-380 вольт көлемінде кенелікпен қоректенеді. Басқару тізбектеріміз 50-75 кенелік көлемінде қоректендіріледі. Яғни сол көмекші және басқару тізбектерін қосады және сөндіру үшін арналған. Негізінде МК электромагнитті контакторлар құрылысы бойынша 2 топқа бөлінеді. Бірінші топтың контакторлары МК63, МК64, МК66, МК68, МК69, МК116. Екінші топтың контакторлары МК82, МК85, МК93. Яғни бұлардың екеуінің айырмашылығы конструкциясында жалпы көріністе көрсетіліп тұр. Бірінші топтың контакторлары және екінші топтың контакторлары. Конструкциялары әртүрлі болғанымен жұмыс принципі бірдей. Бірінші топтың контакторының құрылысына тоқтасақ, бірінші топтың контакторының құрылысы бірінші жылжымалы түйіспеден тұрады. Екіншісі тұрақты түйіспе. Үшіншісі тартым. Яғни осы тартым арқылы контакторларымыз іске қосылады. Бұл дегеніміз жылжымалы түйіспеміз тұрақты түйіспеге келіп беттеседі немесе ажырайды тартым арқылы. Төртіншісі қалып. Қалып ол оқшауланған қалып негізі болып келеді. Бесіншісі доға өшіргіш камера. Доға өшіргіш камера өздерің білетіндей контакторлардан түйісіп ажыраған кезде бізде доға пайда болады. Сол доғаны өшіретін немесе шектейтін осы доға өшіргіш камерасы. Алтыншысы сөндіретін серіппе. Контакторымыз іске қосылғаннан кейін оны сөндіру үшін арналған. Жетіншісі күйенте, коромысло. Тартымға бекітілген және сөндіретін серіппенің астында орналасады. Яғни сөндіретін серіппенің әсерінен коромысло тартымды астына басы арқылы контакторымызды сөндіреді. Келесі 8. Электромагнит. Яғни электромагнит негізі электромагнитті контакторды іске қосатын бөлігі болып келеді. Оған біз кейінірек тағы да тоқталып кетеміз. 9. Зәкір. Яғни зәкір тікелей электромагнитпен байланысты контакторды іске қосу үшін жұмыс атқарады.
Onuncusu elektrlengen bloktau. Yani bizim kontaktımızda iske qo'shilgan keyin bloktau, yani bloktab qo'yadi. Және so'nggisi 11-si qapsirma. Bizning zakirga o'rnalashgan zakirda, yani bizim elektromagnit iske qo'shilgan кезде zakir orqali elektr blokirovkani, yani elektron bloktauda iske qo'shadi. Al endi ikkinchi topning kontaktini qurilishiga keladigan bo'lsak, ularda negizi birday bo'lib keladi, biroq konstruksiyasi o'zgacha bo'lgan keyin sizga ko'rsatib ketayin. Birinchisi elektromagnit, yani katushka ретінде bo'lib keladi. O'rama bo'ladi sirtida, және o'rtasida magnit o'tkazgichi. Ikkinchisi zakir, yakar. Üçüncüsü negizi, yani bu жерде de o'xshagan negiz. To'rtinchisi do'g'a o'chirgich kamera, bu жерде aytildi sizlarga. Beshinchisi turoqli tүйіспе. Altıncısı жылжымалы tүйіспе. Жетіншісі elektrlengen bloktau. Және соңғы 8-шісі доға өшіргіш катушка. Бұл екінші топтың контакторының бірінші топтың контакторының айырмашылығы осы доға өшіргіш катушкадан негізінде. Өйткені бұл екінші топтың контакторының арқылы жоғары вольтты, яғни 220 немесе 380 вольтты кенелік өтеді. Сондықтан бұл жақта үлкен кенелік, үлкен тоқ болғандықтан доға күші де үлкен болады. Сол үшін доға өшіргіш катушкамыз арналған. Негізі МК электромагниттік контакторлар электровозын аппараттар панелінде орналасады. Нақты тоқтала кететін болсақ, екінші топтың контакторлары тек қана номері бірінші аппараттар панелінде орналасқан, ал номері бірінші контакторлар, бірінші топтың контакторлары қалған панелдердің барлықтарында орналасқан. МК электромагниттік контакторларының түйісу беттері кадмий мыс қосындысынан жасалған. МК электромагниттік контакторының жылжымалы түйіспесінің қосылуын және өшірілуін электромагнит қамтамасыз етеді. Яғни бұл дегеніміз электромагнитке 50 вольт 16 ампер көлемінде ток көзі қоректенеді. Сол кезде біздің электромагнитіміз магниттеліп, зәкірді өзіне тартып алады. Зәкірді өзіне тартып алу кезінде біздің жылжымалы түйіспеміз тұрақты түйіспеге келіп беттеседі. Яғни біздің контактымыз қосылады. Ал электромагнитке қоректендіру тоқтаған кезде біздің зәкіріміз өзінің бірінші қалыпты жағдайға келіп, сөндіретін серіппе арқылы контакторларымыз, яғни ажырайды. Жалпы жұмыс тәртібі осындай болып келеді. Негізі жаңа сабақты бекітуге келетін болсақ, келесі сұрақтар қамтылған. Біріншісі, МК электромагниттік контакторының қызметі қандай? Яғни қандай қызмет атқарады? Екіншісі, МК электромагниттік контакторлар құрылысы бойынша неше топқа бөлінеді және түрлерін атаңыз. Үшіншісі, бірінші топтың контакторының құрылысын айтыңыз. Яғни құрылысын көрсетіп атап өту керек. Келесі, екінші топтың контакторының құрылысын айтыңыз. Атап шығу керек. МК электромагниттік контакторлар электровоздың қай жерінде орналасады?
Келесі сұрағымыз. МК электромагниттік контакторларының түйісу беттері қандай металдан жасалған? Және соңғы сұрағымыз. МК электромагниттік контакторының жылжымалы түйіспесінің қосылуын және өшірілуін не қамтамасыз етеді? Жалпы бұл сұрақтардың бәрі сыныптағы сұрақтарға жатады. Енді үй тапсырмасына келетін болсақ, үй тапсырмасы МК электромагниттік контакторлар құрылысын, қызметін және жұмыс тәртібін оқып келу, техникалық мәліметтерін жазып келу. Қолданылатын әдебиет: Электровоз ВЛ-80С, авторы Н.М. Васько және тағы басқалар. 73-77 беттер. Үй тапсырмасын және аудиториялық жұмыстарында орындап, почта арқылы немесе WhatsApp арқылы жүйелеріңізді сұранам. Осыменен жаңа тақырыбымыз, жаңа сабағымыз аяқталды. Сау саламатты болыңыздар.